Ауылда бізде іш пысқаннан төбелесетінбіз. Просто іш пысқаннан, да, там, типа сен біреуді қақып кеттің, короче, бір жерге сиіспай қалдың, хотя бір қазақсыңдар. Бір қазақты өш, бір ауылда тұрасыңдар, да, күнде көрсесіңдер, по идее. Күнде амандасып тұрасыңдар. Но бүгін сен просто настроениең болмай қалды, короче, и сен ана сындырып тастаған кетті, короче. И сен аласында талпаңды жинайсың, анау талпасын жинайды, и ана жерде обязательно бір-екі адам либо реанимацияға түседі, либо бір адам өледі. Обязательно. Сондай болды да, штат. Ауылда ғана болып жатқан нәрсе дейсің. Да, и ондай ауылдар жетеді, по идее, да. Олардың просто им нечем заняться, по факту. Вот. Оларға, как бы, да, сондай ситуация қойып тастаған, и все. Да, и олардың да кінәсі бар в том, что олар ізденбейді ары қарай. Как бы, да, мен осы ситуацияда мынау аяңдармен дейді да, короче, маған аяушылық керек, мен осылаймын дейді да, короче. Прикол в чем? Аяудың қажеті жоқ, да, әлем аямайды сен, но сен жата бермейсің ғой, тепкіленіп, да. Кету керек қой, бір какой-то жолдарын іздеп, амалдарын іздеп, да, сен шығу керексің ғой бір какой-то деңгейге, да. Арманда, қиялда, білмеймін, әрекет жаса сол арманға жету үшін. Комфортың тапшиш бір жерден деген сияқты ғой.